Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Зеленский Америкадан қайыр болмады ма? Зеленский енді Түркияға барды. Түркия президенті Ердоғанмен кездесті. Ердоған да қарап отырған адам емес, жалпы айтқанда таяу шығыстағы ең мықты армия бұл Түркияның армиясы. Және НАТОдағы ең қуатты армия Америкадан кейінгі екінші орында тұрған бұл түрік армиясы. Түрік армиясының қуаты туралы қазір алдағы уақытта айтатын болам. Және Зеленский мен Ердоған не туралы келісті. Зеленский осы кезге дейін Пентагонның жасаған мәлімдемесі және Америка құрама штаттарының ұсынып отырған құжатындағы пайдалы қазбалар туралы, жалпы Украинадан пайда көруге тырысып отырған Трамптың әрекетінен кейін енді Ердоғанмен кездесті. Түркияға барып Ердоғанмен кездесті. Ердоғанның пікірінше, Қырым Украинаға қайтарылуы керек. Және Украинаның тұтастығы керек. Бұл соғыс Украинаның тұтастығымен және Украина үшін әділетті аяқталу керек деді Ердоған. Ал енді қараңыздар, не үшін Қырымды қозғап отыр? Ердоғанның қандай саяси арманы бар екені бүкіл елге белгілі. Зеленский де бұны біліп отыр. Қырым бір уақыттары қуатты Осман империясының вассалы болған. 1475 жылдан бастап шамамен Қырым жері Османдардың билігіне өте бастады. Тіпті Қырымның хандары осы Осман сұлтанының көмегіне сүйене отырып, шамамен 1571 жылы Дәулет Керей дейтін Қырымның ханы Мәскеуді өртеп жіберген болатын, ал Иван Грозный қаладан қашып шыққан. Жалпы айтқанда, Қырым үнемі Мәскеу үшін үлкен қауіп қатерге толы хандық болды. Орыстар осы Қырым хандығынан қатты жапа шеккен мемлекет деп айтсақ болады. Қаншама рет Мәскеуге жорық жасалды, ол жорықтардың бірінде тіпті Мәскеудің өзін өртеп жіберді. Қалай дегенмен де Қырым жері мен Мәскеу, Қырым мен Осман сұлтандығының арасындағы тарих тым тереңде жатыр. Енді ол тарих. Ал енді бүгінгі Түркия республикасы мен Ресей Федерациясының арасында қандай байланыс болып еді? Расында да Түркияға арқа сүйеуге бола ма Зеленскийге? Ойлап қараңыздар, 2015 жылғы оқиғаны естеріңізге бір түсірсеңіздер болады. Ресейдің ұшағы Түркияның әуе кеңістігіне кіріп кетіп еді, түріктер ескерту берді, артынша Ресей ұшағын атып түсірді. Міне осыдан кейін түріктер бірден іске кірісті. Ресей мен Түркияның арасында үлкен жанжал басталып кеткен болатын. Назарбаевтың арағайындық жасап жүретін кезі сол кездер, шамамен. Бірақ Түркия өз позициясында қалды және біздің кеңістігімізге аттап баспаңдар дегендей үлкен жауап берді. Қатқыл жауап берді Кремльге. Ал Кремль бұған көнуден басқа амалы қалмады. Енді қараңыздар, Түркияның армиясы әлемдегі ең мықты армиялардың бірі ма? Мына деректер сіздердің Түркияның армиясы бүгінгі күні қандай қуаттылыққа ие екенін, Ердоғанның тегін адам емес екенін, және Түркияның расында да саяси салмағы қандай екенін, әлемдегі, тек Еуразиядағы, Азиядағы емес, әлемдегі саяси салмағы қандай екенін анықтап береді. Түркияның әскери қуаты туралы, мысалы әлемдік рейтинг Global Firepower'дың зерттеуіне қарағанда 2024 жылы Түркия бұл индексі 0,16 болған, ал Израильдікі 0,26, яғни Израильдің рейтингісі төмен Түркиядан. Бір сөзбен айтқанда, түрік армиясы Израильден 9 қадам алды, ал Египеттен 5 қадам, Ираннан 4 қадам алды. Былайша айтқанда, Түркияның армиясы таяу шығыстағы ең мықты армия және өзіне тең қарсылас жоқ ол жақта. Осындай қуаттылыққа ие түрік армиясында шамамен 800 мыңға жуық әскери адам қызмет етеді. Және олардың 400 мыңы резервтегілер. Түркияның әскери қуаты тек қана әскер санының көптігімен ғана емес, бұл рекордтық деңгейге жетті. Бюджеті, әскери бюджет. Мысалы 2024 жылы бұлар рекорд қойды әскери бюджет жөнінен. Яғни Түркия өз армиясына бөлетін қаражатты көбейтіп, шамамен 40 миллиард долларға жуық қаражатты жұмсап отыр 2024 жылы. Ал 2023 жылы 16 миллиард доллар болған еді.
Бұл жалпы ішкі өнімнің Түркияның 14%-ын құрап отыр. Ал егер бұл жалпы ішкі өнімді Америка және Израильмен есептейтін болсақ, Америка өз жалпы ішкі өнімінің 2,9%-ын жұмсап отырса, Израиль 9%-ын жұмсап отыр. Ал Түркия 14%-ын жұмсап отыр. Міне осыдан-ақ Түркия армиясына қандай көңіл бөлетінін бірден байқауға болады. Түркияның армиясы туралы таңнан таңға айтуға болады, әрине. Олардың әскери өндірісі, жетіп жатқан жетістіктері және таяу шығыстағы әрекеттері. Ал егерде Түркия Америка Украинадан қол үзетін болса және көмектеспейтін болса, Түркияда Россияның солтүстігінде қатты күшейіп кеткенін қаламайды, және тарихтың сабағы Түркияға осыны үйретті. Стамбулға кезінде Москваның қалай қауіп төндіргені сияқты, сонау Сұлтан Сүлейменнен кейінгі сұлтандар солтүстіктен төніп келе жатқан қауіпті сейілте алмады. Керісінше Европа істерімен айналысып, ақыр аяғында өздері үлкен жағдай опық жеген болатын. Алайда бұл тарихтан Түркия жақсы сабақ алып отыр. Бүгіндері ресми Анкара өзінің солтүстіктегі көршісімен жақсы байланыс орнатып отыр, бірақ ара қашықтықты да сақтап отыр. Және Ердоғанның жасаған мәлімдемесі Украина бейбіт болу керек және әділетті шешім қабылдану керек, және Қырым Украинаға қайтарылу керек. Бұның өзі көп нәрселерді аңғартады.